бүгінгі сабағымызға сәттілік тілейміз. Міне біздің ұранымыз бар сабағымызға. Кәнеке айтып қояйықшы. Біздің сабаққа деген ынтамыз сызбада түзу сызықтай нақты әрі шыңдарды бірге бағындырамыз, білім мен әлемді таңғалдырамыз. Өте керемет. Міне осы ұранды пайдалана отырып біз сабағымызды ашамыз. Жақсы оқушылар, енді біз қазір мына платформа арқылы топқа бөлініп алайық. Бірінші тобымыздың аты дизайнерлер, екінші тобының аты инженерлер деп атасақ. Инженерлер тобы, дизайнерлер тобы. Ал бөлініп қояйық. Оқушылар тізбетіп бөлініп қояйық. Жақсы оқушылар, сіздерге арнап, мен бүгін біраз мынандай нұсқаулықтар алып келдім. Бұлар дейтін техникалық жаңағы тұтынушы пайдаланатын нұсқаулықтар бар. Тұрмыстық бұйымдар сатып алғандықтарда, мебель сатып алғандықтарда қапталды келеді. Көрсетті ғой, иә? Осыны сіздерге берейін. Қараңыз, сосын біз айтыңыз, ішінде не деп жазылып болдың? Ішінде не деген нұсқаулық болдың? Қамсыңдар. Осылардың ішінде не бар екенін білесіңдер ме? Не деп жазылады нұсқаулықта біздерге? Бұл нұсқаулықтардың ішінде көптеген заңнамалар болады, және оның бұл техникалардың ішінде қалай құрастырылуы және қалай икемленіп. Бұл мебель инструкторға мысалға мебель құрастыруда басында әйнек немесе шеге тағы да басқа ішкі заттарда баланың қол жетпейтін жерге сақтау қажеттігі туралы айтылады. Бұл мебельдерді қалай құрастыру керектігі айтылады. Жақсы оқушылар, алдарында құжатты қарап отырсаңдар, таныстырыңдар. Мебельдердің техникалық жаңағы құрылғылардың ішінде мынандай сипаттамалар бар екен. Міне, қараймыз, техника сипаттама, құрылғының қуаты, салмағы, кернеуі және өлшемдері бар. Сосын құрылыс сызбасы бар, ішін ашып барсаңдар, құрылыс сызбалар болады екен. Техниканың бөлшектерінің түймелерінің атаулары көрсетілген суреттер бар. Көрдіңіз ғой, қауіпсіздік ережелерінде су тигізу болмайды. Жаңа балалардан алшақ ұстаңыз деген жаңа әсірге айтқан әңгімелерде осының ішінде бар екен. Қызыл электриксінің көрсетілген. Содан кейін енді алғаш қосқанда не істеу керек? Бірінші дайындау керек, бөлініп алу керек, разрядкілерді қарау керек, мысалға үтікке су құю керек, телефондарды мысалға зарядтеу керек, қуаттандыру керек деген нұсқамалар бар. Бірінші оқу алу керек, соның бірінші бізге мен айтқан тұтынушыға. Содан кейін ақауларды жойында егер құрылғы қосылмаса көрсетілмесе, яғни орталыққа жаңағы сервиске жүгіріп бармай-ақ, ішінде артында қалай істеу керек деген бар нұсқаулықтар бар екен, тексерген. Содан кейін күтім жасау ережелері де бар екен, соның ішінде қалай тазалау керек, қайда сақтау керек туралы ережелер бар. Арнайы құралдармен тазалап, сақтап, соны ұзақ мерзімін ұзарту. Түсініктіңіз бе? Осының барлығы да сол техникалық құжатта айтылады екен алдарыңызға. Жақсы оқушылар, біз бүгін міне жаңа сабаққа келіп жатырмыз. Бұл сабағымыздың аты графикалық құжаттама техникалық спецификациялар. Қарап отырмыз ба? Оқулығымызды ашайық барлығымызда. Мына бері қарай сені жазып өтіңдер. Жақсы оқушылар, оқулығымызды ашса, бүгін күннің жазғымен тақырыпты жазып аламыз дәптерлерімізге. Жазып болсақ мен араймыз. Бүгін сабағымыздың мақсаты әртүрлі графикалық тәсілдерді қолдану арқылы, оның ішінде ақпараттық коммуникативтік технологияларды қолдану актіні өз бетімізше графикалық және технологиялық құжаттарды құру, соны құрып үйрену. Бүгін сабағымыздың мақсаты осы екен. Жақсы оқушылар ойлай алатын болса, дәптерімізді жазып болсақ, мақсатымен таныстық, келесіге кірісейік. Теориялық блокта менің мына жиі нені пайдаланып отырып, жасанды интеллект арқылы. Сөйтіп визуалды деген бар, сол арқылы таныстырайық. Жақсы оқушылар, қазір міне жасанды интеллект бойынша менің визуалды нем бар. Тыңдап жүрейік, мен не баянымыз. Саламатсыздар ма? Мен Берік Ағайдың өтуал бейнесі. Жаңа сабағымыздың тақырыбы графикалық құжат, техникалық специфика. Үйдің құрылымы туралы ақпарат қамтылған графикалық және мәтіндік құжат құрылымдық құжаттама деп аталады. Негізгі технологиялық құжаттамаға технологиялық жұмыс картасы және тақсал сияқты карта
технологиясын пайдалану материалдар мен құрылымдық құжаттаманы аттайды. Бұл маңызды құжат. Технологиялық карта бұйымды дайындау барысында адамдар көрсететін, орындау беретін, қолданылатын құрал материалдарды нақтылайтын құжат. Жұмыс картасы белгілі бір жұмысты, тапсырманы орындауға жұмсалған уақыт көрсетілген құжат. Жаңа сабақпен таныс болса, сөз кезегін беріп ағайға береміз. Жақсы оқушылар көрсек, өзімде сабағымыздың тапсырмасын берейік. Топ тапсырмаға сіздерге екі топқа бөліңіздер, салыстыру және талдау. Қалай салыстырамыз, талдаймыз. Берілген екі орындықтың офиспен және мектеп орындығы. Өздерің көресіздер ғой, соның студентіне қарап отырып, бәрі сөзін беріп, олардың техникалық ерекшеліктерін салыстырамыз. Қалай студенттерін бұл жерде қарап отырамыз. Мынандай екі орындығымыз бар. Біреуі мынандай, екіншісі мынандай офистер. Салыстыру керек. Топқа бөліп. Ұзақ отыруға арналған аяқтары бар. Көзінде сынып алты түген тазалауға болмайды. Ал жақсы оқушылар тапсырманы орындап болса, кәне кім қорғайды екен? Изендерлер тобынан. Қарашы. Бізге орай. Бізге берілген мектеп орындығы. Материалы металл қаңқа және қатты фанера немесе пластик. Реттелгіштігі әдетте реттелмейді, биіктігі бекітілген. Қозғалғыштығы дөңгелектері жоқ, тұрақты айналмалы. Жайлылығы қарапайым дене мүсінін түзу ұстауға бағытталған. Төзімділігі өте төзімді, сыну қуаты төмен, тазалауға оңай. Ал отыра ойыздар. Ал екінші инженерлік тобы қалай? Барлық дайынсыз ба? Сіздерге бірге қандай орын тұрды? Бізге офисқа орын берген. Қарай. Материалына келсек, пластик, металл және жұмсақ матадан жасалған. Реттелгішіне келсек, биіктігі мен арқасының егісегін оңай реттеуге болады. Қозғалтқышына келсек, дөңгелектері бар және 360 градусқа айналады. Жайлылығына келсек, ұзақ отыруға арналған және шынтақ қойғыштар бар. Бұл қағаз шығаруға немесе құжаттарды шығаруға өте ыңғайлы. Төзімділігіне келсек, бұл күрделі механизмдерден болғандықтан бұл аса ерекше күтімді қажет етеді. Келісеміз ғой, оқушылар жұмысты атқарып болса, енді тапсырмалар келесі бөліміне көшейік. Тапсырмалар болғанда енді жұптық тапсыра береміз. Екі адаммен жұптық тапсыра береміз. Мектеп партасы жұптық тапсырмада. Осының партасы сызбасына мына жерде өлшемдер бар, бейтін үйірмектері. Сосын мына смартфон корпусы бар, электр шайнегі бар, ағаш орындық бар. Осында қарапайым бұйымдарды алдық, соның қандай құралдардан жасалғандығы, қандай негізделгендігі техникалық сарапшы жазып шығуымыз керек. Жеке-жеке соны орында қойып жүріп бұл. Сіздер қанаған екеумізге? Жұптық тапсырма керек. Міне, мынау сіздегі шайнек екеуіңе. Мынау орындық екеуіңе. Көрдіңбе? Мен тапсырма бар ма? Сіздің орындық сызбасы берілген. Мына жерде міне зерттеуін сана бізет мынау. Тапсырмамыз. Орындық. Бізге жаза берсін бе? Мақсат неше қолданады? Өте жазылды ғой? Жазып өсіңдер ме? Ағаш орындық сіздерді, е? Сіздер бүгінгі күн сондай екен? Шайнек. электр шайнегі. Вот. Өте жақсы oldu дегенсіздер, өте керемет. Жақсы оқушылар, қазір жұптық жұмысын аяқтап болсақ, қазір қорғай берейік. Кімге қандай жұмыс тұрды? Кім айтты? Кімге қандай жұмыс тұрды? Тапсырмалар қандай? Бізге берілген жұптық тапсырма смартфон корпус.
Нысанның атауы смартфон корпусы. Мақсатына келетін болсақ, бұл қазіргі кезде адамның көмекші құралына айналған десек болады. Негізгі өлшемдеріне келетін болсақ, ұзындығы 12 метр, ені 42-те 15 мм, биіктігі 12-те 3 мм. Материалдарына келетін болсақ, бұл металдан жасалған. Бөлшектер санына келсек, камерасы дауыс шығаратыны барлығы көрсетілген. Отыра болыңдар. Тағы кімде бар? Дайын болды жұмыс. Тұрмыз. Дайындап келе беріңіздер. Суреттер алып кімде бар? Отыра. Бізге берген тапсырма ағаш үстелінің мақсаты үстіне заттар қоюға болады, жұмыс орындарымен жұмыс істеуге болады, жұмыс атқаруға болады. Негізгі өлшемдері ұзындығы 1200 мм, яғни 20 см. Ені 50 см болса, биіктігі 64 см болады. Бұл жұмыс атқаруға жақсы ыңғайлы. Өте керемет. Материалы ағаш, металл. Материал, мысалы, төбесі металдан, ағаштан және шеткі корпустары пластмастан жасалып келеді. Бөлшектері саны 12 болады. 12 астан, яғни екеуі кіретін болса, дөңгелектер үшеу, екі шеттен екеуін алады. Және үсті ағаш жұмыс жалған болады. Бұл өте керемет. Жақсы сипаттамасын түсіндіріп беріп отыра қойыңыздар. Тағы да дайын балдырғанды ортаға шығып жүк жұмыстарын қора қойыңдар. Бізге берілген электр шайнегі. Нысанның атауы электр шайнегі. Мақсатына келетін болсақ, суды тез ысыту үшін пайдаланылады. Негізгі өлшемдері диаметрі 15 см, ұзындығы 30 см. Биіктігі де білдіңіз. Биіктігі. Материалы металл әйнек, бөлшектері. Өте жақсы. Ұстайтын жері бар, крышкасы, құятын жері бар. Қақпағы. Нақты бөлшектер саны 10. 10 дейсің. Рахмет, сау болыңыз. Ал мінекей жұмыстың орындалды. Тағы Бізге берілген нысанның атауы ағаш орындық. Мақсаты отыру үшін арналған арқаны тік ұстауға көмектеседі. Негізгі өлшемдері ұзындығы 28 см, ені 21 см, биіктігі 68 см. Материалы ағаштан жасалған. Бөлшектер саны барлық 6 өлшек: орындықтың отырғышы, арқа сүйегі арналған тік бөлігі, аяқтары, қаңқасы, бұрандалары мен шегелері. Өте сау болыңыз. Рахмет. Міне бізде оқушылар жоқтық жұмысымызды аяқтап жатырмыз. Енді келесі сабағымыздың несіне кірісейік. Ал үшінші тапсырмалар бойында біздерге функционалдық сауаттылық. Бұл енді пиза форматында берілген. Мынандай мәтін бар, сол мәтіндерге байланысты сұрақтар бар. Мәтінді қарап аламыз. Тақтадан бұл сұрақтарды сіздерге қарап берейін. Мен тартып алып жеке-жеке. Жеке жұмыс топ. Мына беріп алып. Мына тартып алып. Oldu mu tabii mi? Buyurun tartı var. Bitme vermemizi buna mavi yok. Bana zıttırım usta. Koşulu yolda hocazlarımız. Aslında oldu. Şunlar projelerimiz var mı? Asıtmayıp orada verdi asıtmayıp.
Жақсы оқушылар, болдыңыздар ма? 5 минуттардан атасында ғой. Мынандай сұрақтар бар екен. Ол тараптар техникалық спецификация қай бөлімде жатыр? Кім айтады? Айтып аласың. Мәтіндегі бұл талаптар беріп, алға түзімді сөздердің материалдық сипаттамасы бөліміне жатқызылды. Бәріміз келісеміз бе? Жақсы тұрады. Екінші сұрағымыз мінекей. Егер үстелдің биіктігі стандарттан 150 мм, 10 см биік болса, егер биік болса, бұл пайдаланушы қалай әсер етеді? Кім айтады? Бұл стандартты 10 см ауытқудың эргономикалық қолайсыздық тудыратынын дәлелдейді. Яғни қол мен аяққа күш түсуі. Омыртқаны неше ол әсер етеді? Дұрыс. Келісеміз бе? Жақсы оқушылар. Енді үшінші сұрақ, техникалық құжаттамада масштаб 1:10 болғанда көрсетсе 1:10. Сызбадағы 5 см қанша миллиметр болатын? Кім айтады? Кім айтады? Масштаб формуласын қолданып сызбадағы 5 см 10 есе үлкейтеді және нақты өлшемді анықтайды. Жауабы 50 см. 10 есе көбейтсе 50 см. Дұрыс па? Ал енді осы жауап қарап жүріп қояйық. Салыстырды сіздер бергендерді. Сәйкестендіру. Мәтінде берік ылғалға төзімділігі материал сипаттамасы бөлім жатқызатынбыз. Талдау негізгі стандартта 10 см болса, эргономикалық қолайсыз қолдады. Жаңа айтылған бүйірмен қисаюы, омыртқаның қисаюы, арқа күш түсуі осындай әрекет. Bizə есептеуде масштаб формуласын қолдандық қой. Сызбадағы 5 см 10 есе үлкейтсек, 50 см-ге әкім айтып отқанда дәл келеді. Келісеміз ғой, жақсы оқушылар. Ал енді бұл сабағымыздың келесі бөліміне кірісеміз. Жеке практикалық жұмыс орындаймыз. Жеке. Мысалдың яғни компьютер үстінде графикалық модельді орындауымыз керек. Мынандай мені ашып аламыз, алдымызда ноутбукты барлығымыз бар ғой, ноутбугын жасап тұрмай. Ашайық бәріміз кәдімгі. Осы мен ағашында сайтында қарапайым модель құрамыз. Оның өлшемдерін көрсетемін және спецификацияны ясы. Асықта дейін оқушылар бәрін жасай көріңдер. Ашылма бар көріңдер. Жақсы оқушылар, орындап жатырмыз ба? Кәнеге, қарайықшы. Қара жұмыс барсың ғой, әдейі. Стол бетін болады өтесің. Өте керемет, өте жақсы көрдіңіз. Көзге ағыз алып тапсың. Әждің түгіл болдықтың бәрі қойып кетті. Ақталғандай, ақталсай болсын. Küçük gelin. Müthiş açtı var biz. Evet, bekli olur mu? Müthiş gibi bitti bana. Ama dikkat etme. Bu kurumda tuncaya geliyor. Bağlantı müdürlüğü çalışkan. Mümkün olur. Sizin ürün aslında jigilin boğulmasında yapacaksa jigilin. Ama incinirler toplumda her şeyin müdürlüğü var. Azasız okuşlar, жұмысты орындап болса, енді келесі сабағымыздың бөліміне көшейік. Енді жеке жұмыста тест сұрақтар бар екен. Бұл тест сұрақтарды қағаз таратып беремін, графикалық құжаттаманың негізгі түрінде не жерде. Соның бәрін айтып, өздері жіберіп бересіңдер. Таратып алайық бәріміз. Екі команда бұл. Қайсысы бұрын болады еді? Көрек.
өте керемет жақсы сабақ өтесіңдер. Әдейі өтесіңдер. Түсінесіңдер ғой? Болды ма? Болды. Керемет. Ал енді оқушылар керек болса қараймыз, тиісті дұрыс салыстырамыз өздерімен қараңызшы. Нешеуі дұрыс екен? Қайыр дұрыс екен? Қате екен? Салыстырыңызшы. Там көрдіңіз бе? Менде төртеуі дұрыс екен, бес. О, керемет. Жарайсың. Төртеуі. О, Менде төртеуі. өте керемет. Қай жерде екі төртеу айтып отырмыздар? Төрт сұрақтан бересіз. Үшінші. Бәрін қарадыңыздар ма? Салыстырдыңдар ма? Жақсы. Келесі сабақта жұмысымыз. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыздың үй тапсырмасын берейін, сіздерге қорытындылап жатырмыз. Міне, үйімізде кез келген жиһаз бар да үйлерінде. Топшық бар, орындық бар, манағында креслолар бар. Соларды алып пайдаланып, сөйлеулер бар. Қарапайым техникалық үйренгеніміз бойынша спецификациясын жасап бересіздер, сипаттамасын. Түсіндіңдер ме? Ал келістік. Енді мына қорытынды және рефлексия түрінде сіздерге мына өздеріңді көрсетіп, нелерді келесі көрсетесіңдер. Белгілі арқылы. Жақсы оқушылар, сабағымызды қорытындылап, мынандай жасанды интеллект арқылы өзімізді бағалайық. Кім түсінгені бар, сұрақтары бар ма? Жерге келіп, өздері жеке көрсетіп алдағы басташы. Өте керемет. Бүгін сабағымыз сәтті. Ой, сабақ. Бүгін сұрақтар. Ал сөйлеген жерден бар, кезіп керемет. Түсініп жазып аласың, жеке жұмысты жақсы. Әрсен әшірші. Түсініп болсын. Құбай, келіп өтіреді. Екі келіп өтіреді. Кім тағы? Екісі өтіреді. Жақсы көрдіңіз. Бүгінгі сабақты түсіндім. Сабақ түсінсіңдер болды. Ең бастысы сабақты түсіндіреді. Сабақты мақсатымыз. Барлығында белгіледіңіздер ме? Барлығын сабақты түсіндік. Соны олда белгілей бастыңдар. Рахмет. Ал енді осы алған білімдерімізді арнайы өзіміз жаңа үй тапсырмасын алдық қой. Үйден бар жалғастырып алып келеміз. Өте керемет қатыстыңдар сабаққа. Сіздерге рахмет айтамын. Ал кей сабаққа кездескенше аман болайық. Сау болыңыз.